Өмірде кәсіпкер болғысы келмейтін адамды мен көрген жоқпын. Шенеуніктердің көбімен мен жұмыс істедім. Кезінде көп араластым. Солар былай қарасаң билік бәрі бар, бірақ солар да кәсіпкер болуды аңсайды. Неге десеңіз, сол миллион тауып жүрген шенеунік өзінің адал ақысымен, адал еңбегімен таппайды, келсесіздер ғой. Ол прокурор болсын, сот болсын, әкім болып бір жерде жұмыс істесін, тағы бір департамент жұмыс істесін. Өйткені Қазақстанда кейінгі кезде әсіресе солардың былайша айтқанда пәшкі-пәшкімен сотталып жатыр. Жүректерінде тыныштық жоқ. Қай уақытта келіп маған билік ауысады екен, қай уақытта келіп прокурор, финпол келіп, болмаса тағы біреу келіп мені қолыма кісен салады екен деген үнемі қорқынышпен жүреді. Ал енді жалақыда жүрген адамдар қашан осы біреуге жұмыс істеуден кім болсын шаршайды. Сол жалақы алатын адам ол қорадағы біреудің қорасындағы тауық сияқты. Алдына жем шашылған тосады, жем шашады, суын береді, бірақ оны қораға кеп қамайды. Келсесіздер ме? Ана жалақысы ол алдына шашылған жем болатын болса, оның тағдыры өзінің қолында емес, оның тағдыры иесінің қолында. Жем беріп, кім су беріп отыр, оның тағдыры соның қолында. Ал кәсіпкер ол мына аспанда ұшып жүрген қыран сияқты.